Комплекс сандар бөлімінің 18-де 3 есебі. Квадрат үш мүшені көбейтікіштерге жіктеңдер дейді. Бірінші есеп. X квадрат плюс px плюс q квадрат үш мүшесін көбейтікішке жіктеу үшін мынау формуланы пайдаланамыз. X минус x1 көбейтілген x минус x2. Бұл жерде x1, x2 осы квадрат теңдеудің түбірлері. Яғни квадрат үш мүшені көбейтікішке жіктеу үшін оның бірінші түбірлерін табамыз. X квадрат плюс 2x плюс 10 тең 0. Дискриминант 4 минус 4 жердегі 10 40 минус 36. Минус 36 нақты сандар жиынында бұл квадрат теңдеудің түбірлері жоқ. Өйткені дискриминант минус 36 болды. Бірақ біз комплекс сандар жиында бұл теңдеуді шеше аламыз. Минус 36 ол 6i-дің квадраты. Сонда x1 бізде тең болады минус 2 плюс 6i бөлінген 2-ге. Тең минус 1 плюс 3i. Сәйкесінше x2 тең болады минус 1 минус 3i-ге. Енді мынау формулаға қоямыз. Сонда x квадрат плюс 2x плюс 10 бізде тең болады. x минус x1. Минус 1 плюс 3i. Жақшыға алып тұрғызамыз бір x1-ді. x минус x2. x2 бізде минус 1 минус 3i. Екінші жақшаны жағамыз. Бұдан жақшаларды ашатын болсақ, жақшаның ішіндегі x плюс 1 минус 3i болады. x плюс 1 плюс 3i болады. Бұл бірінші есептің шешімі, яғни квадрат үш мүшені біз осылай көбейтікіштерге жіктей алады екенбіз. Арға екінші есеп. Екінші есепте тура сол әдіспен шығарамыз. Бірінші x квадрат минус 4x плюс 5 квадрат үш мүшесінің түбірлерін табамыз. Дискриминант тең 16 минус 20 тең минус 4. Бұл 2i-дің квадраты. x1 бізде 4 плюс 2i бөлінген 2-ге тең, яғни 2 плюс i болады. x2 бізде 2 минус i-ге тең болады. Сонымен x квадрат минус 4x плюс 5-ті біз x минус x1-дің орнына 2 плюс i-ді жазамыз. x минус x2-ның орнына 2 минус i-ді жазамыз. Жақшаның ішіндегі жақшаларды ашсақ, x минус 2 минус i, бірінші жақшаның іші x минус 2 плюс i болады. Бұл екінші есептің шешімі. Яғни біз x квадрат минус 4x плюс 5-ті x минус 2 минус i, x минус 2 плюс i деп көбейтікішке жікте аламыз. Келесі 18-де 3 есебінің үшіншісі. x квадрат минус 4x плюс 16 қай кезде 0-ге тең болатынын табамыз. Минус 4-дің квадраты 16, минус 4 жердегі 16. 64. Бұл тең болады минус 48-ге. x1 тең 4 плюс түбір астында минус 48 бөлінген 2 тең 4 минус түбірдің астынан i болып шығады. 48 деген сол 16 көбейтілген 3, 16-тан 4 шығады. 4 түбір астында 3 деп жазуға болады. 48-ді түбір астында 48-ді бөлінген 2. Бұдан 4 плюс i көбейтілген 2 түбір астында 3 шығады. 4 емес 2. Қысқарттық бұл 2. x2 бізде 2 минус i
көбейтілген 2 тубырасында 3-ке тең болады. Сонда x квадрат минус 4x плюс 16-ны біз бұлай көбейткішке жіктей аламыз. x минус x1 бізде 2 плюс i көбейтілген 2 тубырасында 3. Көбейтілген x минус x2 бізде 2 минус i көбейтілген 2 тубырасында 3-ке тең. Енді жақшаларды ашатын болсақ, x минус 2 минус i көбейтілген 2 тубырасында 3, x минус 2 плюс i көбейтілген 2 тубырасында 3 болады. Көбейткішке жіктедік. Мына үшінші есепте. Енді төртінші есеп. Төртінші есепте бізде квадрат үшінші 2x квадрат минус 6x плюс 9 болып тұр. Қарап отырсаңыздар, бұл келтірілмеген квадрат теңдеу. Бұның көбейткішке жіктелуі бұлай болады. 2 көбейтілген x минус x1, x минус x2 болады. Яғни алдында а коэффициенті, x квадраттың алдағы коэффициенті жазылады. x1, x2-лер табамыз. Тең 0. Дискриминант 36 минус 72 тең минус 36. Ол 6 i-дің квадраты. x1 бізде тең болады. 6 плюс 6i бөлінген 2 көбейтілген 2. 4, 6-ны 4-ке бөлсек 1,5 плюс 1,5 i. x2 бізде тең болады 1,5 минус 1,5 i-ге. Сонымен 2x квадрат минус 6x плюс 9 тең болады 2 көбейтілген жақшаның ішінде x минус x1 бізде 1,5 плюс 1,5 i, x минус x2 бізде 1,5 минус 1,5 i. Бұл тең болады 2 көбейтілген жақшаларды ашамыз. x минус 1,5 минус 1,5 i, x минус 1,5 плюс 1,5 i. Көбейткішке жіктелді.